هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Сол арада Закария алейхиссалам Раббына жалбарынды: Раббым, маған қасыңнан игі ұрпақ бер. Шәксіз сен тілекті естушісің, деді. Рабби хаб ли минас салихин. Раббым, маған жақсысынан бір ұл бер. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Раббымыз, екеуміз де өзіңе бойсынушы қыл. Ұрпақтарымыздан да өзіңе бойсынушы бір үммет қыла көр. Әрі бізге хаж амалдарымызды көрсетіп, тәубелерімізді қабыл айла. Әлбетте, сен өзің тәубені қабыл етуші, ерекше мейірімдісің. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Раббым, мені әрі ұрпақтарымды намазды толық орындаушы қыл. Раббымыз, тілегімді қабыл айла. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Ол сондай Алла, сендерді бір-ақ кісіден, адамнан жаратқан, және оған тиянақ үшін жұбайын Хауаны жаратқан. Ол жұбайына жақындасқанда, жұбайы жеңіл түрде жүкті болды. Сонда онымен жүріп ауырлаған кезде Аллаға: егер бізге игі бала берсең, әрине шүкір етушілерден болар едік, деп жалбарынды. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Олар: Раббымыз, бізге жұбайларымыздан, ұрпақтарымыздан көз айымдық бер, сондай-ақ бізді тақуалардың алды қыл, дейді.